Барлықтарыңа сәлем. Менің аты жөнім Бақберген Сұлтан, ал біз бүгін пазлға жазыл каналын көреміз. Яғни дұрысырақ айтатын болсам, олар 4 жыл бойы жасырын туннельде сәбилерді зорлап келді ме деген видео. Вроде еврейлер жайында, там кішігірім үзіндісін көріп қалғанда сондай секілді. Не де болса көреміз, сәл өзіме новый формат көрініп жатыр, тек қана күлкілі видео емес, және де уже екінші видео шыққан битбокс қана емес, басқа да неше түрлі реакцияларды көргім келіп жатыр. Сендердің де бір ұсынылатындарың болса, комментарийға жазыңдар, обязательно көрем. Бірге көреміз бәріміз. Ал біз бастаймыз. Ойбай, чё за андай звук? Не отырыз? Қорқынышсына. Мына музыкада прям түнде көріп отырмын, мен түнгі 12-ден асып кетті уже. Сәлем достар, қазіргі таңда шетелдің әлеуметтік желілері мен жаңалықтарында еврейлердің Нью-Йорктегі синагоганың астында жасырын туннель салғаны қызу талқыланып жатыр. TikTokта осы бір еврей азаматының әлгі туннельден жасырын түрде шығып қашып бара жатқаны қалың жұрттың қанын қайнатқаны жасырын емес. Ал сол бір негативті эмоцияларға басты себеп болған ол кейбір куәгерлердің сипаттауы бойынша болған сұмдық жағдай. Яғни қара киім жамылған хасидтердің туннельден қашқан кездегі қолдарында болған қанды матрастары мен балалардың заттары. Ал еврей қауымы мен полицейлер арасында болған жанжал ол тіптен шатырдың жарылуы. Сонымен Нью-Йорк тарихындағы болған ең ірі жасырын шатырдың жарылуы? Типа крышесносный деген сөз ба? Серьезно? Жарайды. Туннель қандай мақсатпен салынды? Туннельдегі радикалдар қанды матрастарда расында да балаларды азаптады ма? Хасидтерге бұл туннель не үшін қажет болды? Және ол қай жерге апарады? Сіздермен бірге пазл арнасы. Бүгін мен синагоганың астында салынған жасырын туннель жайында барлық ақпараттарды айтатын боламын. Еще суретке түскендерің бар. Требуются сотрудники на удаленке. Махош. Мен если честно вообще сене бермеймін. Хотя көрейік қазір. Типа негізінде бар ғой осы сөздерді айтқым келген жоқ, бірақ анаңды жақсы көрсең лайк бас, ал әкеңді сыйласаң арнаға тіркел. Осылай айтпасаң сіздерден белсенділікті күту қиындау болып жүр. Сондықтан қазақша контентті барынша қолдап лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Ал мен жалғастыра берейін. 9 қаңтарда Нью-Йорк полиция департаменті Бруклинде иудаизмді насихаттайтын Чабат Любавич қозғалысының штаб-пәтерінің астында заңсыз салынған туннельді анықтады. Анықтады дегенде қалай? Туннельдің үстінен өтетін үйлердің бірі Ричард есімді тұрғыны үнемі белгісіз гүбірлер мен қозғалыстарды естіп жүреді. Ол бұл жағдайды өз парақшасына жазып, көрші достарына айтқаннан кейін барлығы оны шизофрения ауруына шалдыққан адам ретінде қабылдап күледі. Бірақ бұл үндеуді бос қалдырмай жер астын бір тексеру керек деген ойға келген полиция қызметкерлері сұмдық жайтқа тап болды. Ол Американың жаңа тарихындағы болған ең ірі жер астындағы жасырын туннелі болып шықты. Бұл жасырын жер асты туннелі 4 жыл бойы ортодоксалды еврейлермен салынып келген болатын. Нью-Йорк полиция департаментінің айтуы бойынша туннель Чабат Любавич дүниежүзілік штаб-пәтерінің астында басталып, орталық синагогаға дейін жалғасады. Қазір бұл жасырын жер асты жолдары интернетте аса талқылауға ие болды. Жалпы қазір сіз көріп тұрған бейнематериал желтоқсан айының басында тарай бастағаны. Бірақ сол жолы да барлығы болып жатқан жағдайға күле қарады. Еврейлер Нью-Йорктың астында арнайы жолдар қазып синагогаға барып жүр. Расында да бір әзіл сияқты естіледі. Бірақ бұның барлығы шын болып шықты. Бұл бейне жазбалар мен хабарлар тарай бастаған соң көптеген теориялар да шыға бастады. Олардың арасындағы ең қатты әрі шынайы болып көрінетіні ол еврейлердің бұл туннельдерде балаларды өлтіріп органдарға сатуы. Ал Израильдің адам органдарын сату нарығында бірінші орында тұруы бұл теорияның сенуіне үлкен үлес қосты. Әрине, адамдар табан астына бұл нәрселерді ойлап тапқан жоқ. Кейбір куәгерлердің айтуы бойынша, радикалды хасидтер қашып жатқан кездерінде, олардың қолдарында қанды матрастар мен балаларға арналған түрлі заттар болыпты. Сөйтіп зерттеу жұмыстары барысында туннельдер балаларға зорлық-зомбылық жасау және оларды сату үшін қолданылған деген пікірлер расталмаған және антисемиттік қастандық теориясын өршелендіру мақсатында тарағаны айтылды.
табылған туннельдер жергілікті балалар мұражайымен байланысты деген ақпарат та шындыққа жанаспады. Бірақ бұл іс әлі де ұзақ тексерістерден өтетін болады. Және барлығы әлі де түбегейлі жоққа шығарылған жоқ. Сонымен бұл туннельдер табылған соң оларды бетонмен толтырып құйып құрту керек деген шешім қабылданды. Бірақ жас және радикалды хасидтер туннельдерден кетуден бас тартты. Осыған байланысты полициямен қақтығыс басталды. Әлеуметтік желіде тараған бұл прям бәрі бірдей киініп алған ғой. То есть, олар мынандай, білмеймін, діни киімдер шығар бәлкім, бірақ типа арнайы дайындалған сияқты да, бәрі жаңағы шляпалармен, жаңағындай өздерінің смокинг сияқты нәрселерінде да, и әдейі сондай дайындалған сияқты, бір специально бір болып жатқан бір мероприятияға секілді. Ал мысалы қарапайым типа өз діннің өкілдері болса, білмеймін, енді қарапайым Нью-Йоркта қалай киінеді, солай киініп жүрер ме дегендей да. Бәрін түріп білмеймін, үшін жалғастырып көре берейікші. Видеоларда синагога мүшелері туннельден шықпаймыз деп полицияға қарсылық көрсеткеннен кейін туындаған жанжал көрсетілген. Нәтижесінде 9 аса радикалды хасид қамауға алынды. Енді ең бастысы, бұл туннельдер еврейлерге не үшін қажет болды? Және үкімет оларды неге бетонмен толтырып жапқысы келді? Негізгі ақпараттарға сенетін болсақ, 1994 жылы жергілікті өте құрметті Менхем Мендель Шнерсон есімді раввин қайтыс болды. Ол о дүниеге аттанбай тұрып, Бруклиндегі синагоганы кеңейту керек деген сөздерді айтып үлгерді. Ақсақалдар болса, мұны жасау дұрыс емес деп айтып, синагоганы кеңейту жоспарын тоқтатты. Бірақ жас радикалды хасидтер 30 жыл өткен соң үлкендерге мойын ұсынбауға және марқұм Мендель раввиннің нұсқаларын орындауға шешім қабылдады. Олар синагоганың көрші ғимараттармен байланыстыру үшін қабырғаларды бұза бастады. Кейінірек жер асты жұмыстарын жасырын түрде бастаған. 4 жылдық жұмыстардан соң радикалды хасидтер қалаған уақыттарында туннельдер арқылы синагогаға келетін болған. Манерен туннельдерін ешкім типа зерттемеген. Қазіргі жағдайға оралатын болсақ, құлау қаупіне байланысты сол синагога жабылу керек. Сондықтан жас радикалдарға бұл еңбектері үшін ешкім рахмет айтқан жоқ. Жақында олардың тағдырын сот шешеді. Ал неге үкімет әлгі туннельді бетондап тастағысы келді? Жауабы өте қарапайым. Туннель үшін және ақымақ адамдардың істерінен көптеген ғимараттардың құлау қаупі жоғары деңгейде тұр, және бұның барлығын қалпына қайтару керек. Ал оның барлығын жасау үшін жасырын туннельге бетонды құю керек. Мінекей, барлығы осымен бітті. Жалпы сіз бұл жайлы не ойлайсыздар? Қазір аса қатты тарап жатқан теорияға сенесіз бе? Өз ойларыңызды пікір алаңға жаза отырыңыздар. Мен барлығын оқимын. Және осы видеоны міндетті түрде өз достарына таратыңыздар. Әрине лайк басып, арнаға тіркелуге де ұмытпаңыздар. Бүгінге осы пазлға жазыл. Бұған қасы не айтуға болады? Білмеймін, ойыма только андай приколлар келеді. Ну ладно, мақұл. Бұрын мамаларым айтатын еді, кішкентай кездерінде ауылдарға кішкентай балаларға қорқытады екен. Типа, жөйт келеді, тап кетеді, далаға шықпа, там деген сияқты нәрсе. Жөйт деп қателеспесем, сол осы еврейлерді айтатын еді. Яғни вроде осыларды айтатын еді. И получается, шынымен де сол тіпті қазіргі интернет дамымаған кезін, қазіргі дегенде интернет дамымаған кездің өзінде осылардың адам ұрлайды, кішкентай бала ұрлайды деген енді аңызы десе де болады, аңызы болған еді. Яғни 100% жоққа шығаруға болмайды, бірақ бәлкім дәлел қажет шығар, білмеймін. Сондықтан мен өзім жалпы интернетте жүрген, әсіресе TikTokта жүрген мәліметтерге 100% сене беріп, артынан ере беру керек деген нәрсені өте жек көремін. Еретін адамдар оны бір өздері байқамайтын жер, пропагандаға сеніп бара жатқандарын. Бірақ соның салдарынан көптеген басқа да миы қатпаған адам балдар әсіресе ерейді сондай нәрсеге, тек жастар ғана да емес тіпті. Сондықтан кез келген информацияны егер бір
маңызды там ұстанам немесе ұстанбаймын деген шешім қабылдау керек болса, сол нәрсені өзің 100% зерттеген дұрыс деп ойлаймын. Қалай зерттейсін білмеймін, бірақ тек қана бір источникқа ғана емес, тек қана бір тиктокқа немесе тек қана бір адамның тиктогына. Сондықтан өзің толықтай зерттеуің керексің, егер ол нәрсе маңызды болса. Ал маңызды болмаса, вообще назар аудармай қойсаңдар, зачем? Бүгіндікке осы. Барлықтарыңа рахмет көргендерің үшін. Егер көрген болсаңдар соңына дейін, мен өзіме айтқанымдай неше түрлі форматтарды көріп жатырмын. Бұл получается трендтік информациялық реакция болған шығар. Ұнаса лайк басыңдар, ұнамаса ештеңе жазбай қойыңдар. Дизлайк баспаңдаршы. Жалпы рахмет көргендеріңе. Барлықтарыңа пока.